Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырыпта да жүрек аурулары, оның ішінде ең бастысы миокард инфаркті туралы талқылайтын боламыз. Жүректің ең бірінші қызметіне тоқталып кететін болсақ, онда қанды айдау болып саналады. Ал құрылысы 4 камерадан тұрады, 2 жүрекше және де 2 қарыншадан. Жүректің өзіне тән ерекшелігінің бірі, оны тәждік артерия қандандырып отырады. Тәж, яғни корона деп айтып тұрғандай, коронарлы артерия деп те айтылады. Жалпы жүрек ауруларының ішінде жүректің ишемиялық ауруы ең көп табылған халық арасындағы өлім-жітім мен еңбек қабілетінен айырылу бойынша бірінші орында тұрған аурулардың бірі. Жүректің ишемия аурулары және жүректің қандандыру нашарлауынан туындайды. Ең соңғы қауіпті аурулардың бірі бұл миокард инфаркті болып саналады. Яғни инфаркт деген сөз некроздың бір түрі. Яғни жүрекке қандандыру нашарлаған кезде қан жетпей, тіндердің өлектеніп некроздануы. Осы аурудың этиологиясына, яғни себептеріне тоқталып кететін болсам, ең бірінші атеросклероз. Ол дегеніміз метаболизмдік, яғни зат алмасу бұзылған кезде организмдегі майлар мен нәруыз, яғни белоктар алмасу бұзылады. Нәтижесінде тығыздығы төмен және өте төмен липопротеидтер қан тамырларының бойында шөгіп атеросклероздық бляшка түседі. Яғни ол қалыңдайды бірте-бірте, және де ол жерде кедергі болып қанның өтуіне қиындық жасайды. Екінші, тромбтар, яғни қанның ұйуы жоғарылағанда тромбтар түсе бастайды. Ол тромбоз болады, және де одан ары қарай асқынуы эмболияға алып келеді. Ол кәдімгі қан тамырының бойында тас сияқты бөгет болып тұрады. Сосын спазм болған кезде, ұзақ уақыт жүрекке күш түсетін болса, және де артериялық гипертензия болған кезде, яғни давлениесі жоғары адамдарды мұны міндетті түрде ескеру керек. Микроциркуляциялық бұзылыстар. Осының баршасы миокард инфарктісінің этиологиялық себептері болып саналады. Енді клиникалық көріністеріне тоқталып кетейік. Инфаркт сөзі бойынша интенсивті ауру немесе ангинозды деп айтылады. Науқас пышақ сұғып алғандай өте қатты күйдіріп, кеудені қысып тұрғанына шағымданады. Қатты ауырған соншалық науқаста өліп кетем деген қорқыныш сезімі пайда болады. Екінші, нитроглицерин таблеткасы көмектеспейді. Стенокардия кезінде нитроглицерин ішетін болса, ол 2-3 минуттан кейін ауру сезімі басылады. Ал миокард инфарктісінде ол көмектеспейді. Үшінші, физикалық әлсіздік, ентігу, науқаста салқын тер шығады. Мәжбүрлі күйде болуы, кейде құсу және жүрек айну сияқты диспепсиялық өзгерістер байқалады. Төртінші, артериялық қысымның өзгерісі. Науқаста жоғарылап кетуі мүмкін, немесе төмендеп кетуі мүмкін. Және де бұл ауырсынулар болған кезде сол қолға, сол жақ жауырынға, мойынға, жаққа, жауырынға, арқаға беріліп отырады, яғни иррадиация деп айтылады. Келесі бұл тері жамылғысы. Тері жамылғысы сұрланып, салқын түрде тер шыға бастайды. Және де бір белгісі абдоминальды түрде көрініс беруі мүмкін, яғни эпигастрия, асқазан тұсы, кіндік, мықын, қабырғасы аймақтарында ауырсыну сезімі болады. Яғни клиникалық көрінісі бойынша ода жедел панкреатит сияқты, немесе асқазан мен өлі ішектің жарасы сияқты көрінісі беруі мүмкін. Мұндай кезде тез арада 103-ге хабарласып, жедел жәрдем шақыруыңыз керек. Бұл ауру кездегі көптеген зерттеулер, анализдер жасалынады, бірақ бұл ауруға ғана тән екі нәрсе, ол бірінші тропонин сынамасы және де ЭКГ көрсеткіші. Тропонин сынамасын тексерген кезде оның 3 түрі болады, CIT. Осының 2 түрі, яғни I және T деген түрі организмде нормадан жоғарылап кетеді. Нормасы 0,2-ге дейін ғана. Бұл миокард инфарктісінің маркері болып саналады. Келесі ЭКГ-да. ЭКГ-да бізде ST сегментінің жоғарылауы және ST сегментінің көтерілуінсіз деген 2 түрде болады патогенезі бойынша. Яғни клиникасы оң болып тұра беруі мүмкін, тропонин оң болуы мүмкін, бірақ ST сегментінің көтерілмеуі болады, немесе ST сегментінің наоборот депрессиясы төмен қарай түсіп кетуі мүмкін. Онда бізде миокард инфарктісі ST сегментінің көтерілуінсіз деп диагноз қояды. Ал келесі жағдайда бұл ST сегменті кәдімгі мысық арқасы сияқты изолиниядан 2 мм-ден жоғарылап кетеді. Онда бұл бізде миокард инфарктісінің ST сегментінің көтерілуімен деп диагноз қойылады. Сонымен қоса біз ЭКГ-дан патологиялық кеуіп-түшкесінің депрессиясын байқай аламыз. Одан бөлек инфаркт миокарда бұл анатомиялық зақымдануына байланысты трансмуралды, яғни бүкіл қабатты қамтуы бойынша, интрамуралды тек қана ішкі қабатын зақымдайтын болса, субэндокардиалды және де субэпикардиалды орналасып отырады. Енді локализациясы деген бар. ЭКГ-ға біз қарай отырып, инфаркт миокардысының қай жерде жүректі зақымдап жатқандығын анықтай аламыз. Яғни алдыңғы қабырғалық және жүрек ұшы деген бар, және де латералды аймақтары бойынша төменгі және төменгі латералды бөліктерін зақымдап отырады. Инфаркт миокардасының профилактикасын бөлігі өте маңызды болып саналады. Бұл ауруға бейімділікке алып келетін қауіп факторлары темекі шегу, спортпен айналыспау, алкоголь ішу,
семіздік, дұрыс тамақтанбау, дәрігерге уақытылы қаралмау болып саналады. Сондықтан да егер де науқаста артериялық гипертензиясы, давлениесі жоғары болатын болса, оны міндетті түрде тұрақты түрде ұстау үшін дәрігердің берген дәрісін уақытылы қабылдау керек. Одан бөлек диета стол 10 деген нәрсе бар, яғни тамақтануды реттеу, яғни тұзды өнімдерді шектеу керек, холестерині жоғары тағамдарды шектеу керек деген сияқты толықтай дұрыс тамақтануға көшу керек. Темекі шекпеу және де спортпен міндетті түрде айналысып салмақты реттеу керек. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарийға өз ойыңызды білдіре кетуді ұмытпаңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.